Бала ауруының себептері. Бала түрлі себептермен жылай алады. Соның бірі баланың бір жері ауруы мүмкін екендігін білдіреді. Егер баланың жылауға себептері болмаса, және де бала жылауын қоймаса, онда оның бір жері ауруы мүмкін. Бұл жағдайда бала ұзақ, қатты және ерекше аянышпен жылайды, және оны қолға алғанда да жылауын доғармайды. Оны төсекке қайта апарған кезде, ол айқайлауын бірнеше секундқа тоқтатады. Бірақ кейін қайта айқайлай бастайды. Мұндай жылау ана жүрегін ауыртады. Әсіресе анасы жылаудың себептерін анықтай алмаған жағдайда. Ол өз баласына көмектесуге дайын, бірақ оған не болғанын білмейді. Ал бала өз кезегінде мұны түсіндіре алмайды. Есінен танатындай күйіне қарамастан, анасы тыныштық сақтауға тырысуы тиіс. Егер ауру көзі баланың ағзасында жасырылса, дереу балалар дәрігеріне қаралу қажет. Бұл жағдайда қажу нашар көмекші. Бірінші, 6 айдан асқан балаларда жарып келе жатқан тіс аурудың себебі болуы мүмкін. Екінші, тамақтың қабынуы қатты ауыртады. Бала осы себептен қиналғанда, ол тамақтанудан бас тартады. Үшінші, өмірінің алғашқы айларында іштің бұрауы аурудың себебі болуы ықтимал. Төртінші, тағы бір кең таралған себептердің бірі қажу мен күйдірумен қоса жүретін интертригнозды дерматит бола алады. Бесінші, терідегі бөртулер. Соның ішінде бас терісіндегі бөртулер сондай-ақ ауыртуы мүмкін. Алтыншы, ортаңғы құлақтың қабынуы қатты ауыртулармен қоса жүреді. Баланы дәрігерге көрсету қажет. Антибиотик дәрілер жазып беруі мүмкін. Жетінші, суық тигенде мұрын бітеліп, балаға тыныстау ауыр болады, және ол сол себептен жылайды.